Сәлеметсіздер мен балалар. Бүгін біз сіздермен Part 3, 3-ші бөлім, Lesson 8, 8-ші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Sounds and feelings дейді. Listen and choose. Мына жерде сіздерге, менде қазір жоқ, сіздерге мынау әуенді қояды. Сіздер соған қарай белгілеп шығуларыңыз керек. Ол үшін біз бірінші happy деген қандай? Happy, я, ол радостный деген, көңілді деген. Sad деген суретте қараңыздар, я. Sad қандай? Sad деген печальный деген, я. Көңіл күйі жоқ, көңілсіз деген, я. Angry деген жынданып тұрғанда айтамыз, я. Angry, ыза. Tired деген шаршау, я. Сіздерге қояды, мысалы, күлкіні қояды. Күлкіні қойған кезде күлген дауысты естісек, біз мынаны белгілейміз. Егер шаршаған дауысты естісек, мынаны белгілейміз, я. Көңілсіз болса, мынаны белгілейміз. Жынданып тұрса, мынаны белгілейміз. Ол үшін біз бірінші мына сөздерді қайталау керекпіз және жаттау керекпіз, я. Happy менімен бірге қайталаңыз, немесе менімен кейін қайталаңыз, я. Көңілді, қуанышты. Happy. Sad, көңілсіз. Sad, көңілсіз. Angry, ашулы. Tired, шаршау, я. Next exercise 2, second exercise. Draw a picture to show your friend how you feel дейді. Сурет салу дейді. Досыңның көңіл күйі қандай екенін суретін сал дейді. Парақ қалып саламыз. Мысалы, менің досым өте көңілді болып тұрса, мен оны былай саламын, я. Сіздер де осылай салсаңыздар болады.